Қыркүйектен бастап, екінші қыркүйекте президент өзінің жолдауында мынау міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесін 1 қаңтардан бастап енгізу туралы тапсырмасын толықтай орындау туралы айтылған білесіздер. Сол тапсырма төңірегінде бүгін Маңғыстау өңірінде мынау үкіметтің вице-премьер Бердібек Машбекович пен Сапарбаевпен бүгінгі жиналыс өтті. Жалпы жиналыстың мақсаты осы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне енгізуге дайындық туралы Маңғыстаудың инфрақұрылымдық, басқа да цифрлық, басқа да жағдайлар бойынша дайындық туралы жалпы ақпарат берілді. Сол бойынша өткен жиналыс. Жалпы мынау міндетті әлеуметтік сақтандыру қоры медициналық қызметті қаржыландыру жұмыстары бойынша 2018 жылдан бері жұмыс істеп келеді. 2 жылдай тәжірибеміз бар. Сол тәжірибеміз жалпы мынау міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесін енгізгеннен кейін де қолданбақ ойымыз бар. Сол себепті негізгі мәселелерімді мынау информациялық жүйелердің дайындығы, сол мәселелер бүгінгі күнде көтерілген. Ол мәселелер бойынша Бердібек Машбекович 17 қарашаға дейін мәселелердің бәрін толықтай шешіп, сол мәселе шешілген жағдайда ешқандай қиындықтар болмайды. Жалпы мынау медицина саласын қаржыландыру. Қаржы жағынан алатын болсақ, медициналық көмекті қаржыландыру 1,5 есе өспек. Ол 1 триллион теңге болмаса, бүгінгі күнде 19 жылдар, 20 жылда міндетті әлеуметтік сақтандыру қаржыландыру қосқан кезде мен 1,5 есе өседі, 1,5 триллионға дейін бар. Негізгі мәселе әрине қаржыландыру, және де бұрын соңды кезекпен немесе қол жетпей жүрген қызметтер болатын болса, соның арттыру мақсатында мынау халықтың қалтасынан төленетін кейбір медициналық қызметтерді азайту, халықтың шығынын азайту мақсатымыз. Біздің болжамымыз бойынша Қазақстан бойынша 1 қаңтардан бастап шамамен 94-95% сақтандырылады деп болжасақ, Маңғыстау өңірінде 99%. Бұл енді республикалық деңгейден өте жоғары.